Сәлеметсіздер ме, достар? Здравствуйте, друзья! Я начинаю свой бесплатный онлайн-курс казахского языка, так что присоединяйтесь и вместе будем изучать казахский легко и просто. Первый модуль называется «Өзім туралы», о себе. Значит, мы научимся в первом модуле здороваться и знакомиться. Бірінші сабақ. Сәлем, сенің атың кім? Сәлем, это у нас привет. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Сәлем, мы здороваемся с ровесниками и с людьми младшего возраста. А вот сәлеметсіз бе мы здороваемся со старшими, то есть в уважительной форме. Сенің атың кім? Менің атым Жұлдыз. Менің атым Айгүл. Менің атым Алмабек. Алмабек – это главный персонаж, который постоянно будет нам помогать. Сәлем, сәлем. Сенің атың кім? Менің атым Жұлдыз. Екінші сабақ. Бұл кім? Кто это? Алмабек спрашивает у Жұлдыз. Бұл кім? Кто это? Жұлдыз отвечает. Бұл ата. Это дедушка. Теперь я тебе задаю вопрос, ты попробуй на них ответить. Бұл кім? Бұл кім? Бұл кім? Бұл кім? Также в казахском языке вопрос «кім» задается только к человеку, а к остальным животным и неодушевленным предметам мы задаем вопрос «не». Итак, здороваемся. Сәлем, привет. Сәлеметсіз бе, здравствуйте. Сау бол, до свидания. Сау болыңыз, до свидания в вежливой форме. Сәлеметсіз бе, сәлеметсің бе. Сенің атың кім? Менің атым Жұлдыз. Бұл кім? Бұл ата. Сау бол. Сау болыңыз. Давай теперь с тобой по ролям будем разговаривать. Мен мұғаліммін, я учитель, сен оқушысың, ты ученик. Сәлеметсің бе? Сенің атың кім? Бұл кім? Сау бол. Молодец, у тебя отлично получается. Үшінші сабақ. Бұл не? Что это? Жұлдыз спрашивает у Алмабек. Бұл не? Что это? Алмабек отвечает. Бұл кітап. Это книга. Ты тоже задай вопрос. Бұл не? А я отвечу. Бұл доп. Бұл текше. Бұл кітап. Бұл дәптер. Бұл қалам. Бұл қарындаш. Маған кітап берші. Мне ал. Дай мне, пожалуйста, книгу. Вот возьми. Маған кітап беріңізші. Мне ал. Дайте мне, пожалуйста, книгу. Вот возьми. Маған, мне, берші, дай. Беріңізші, дайте. Мне ал. Вот возьми. Бұл не? Кітап. Бұл не? Қалам. Кітап, дәптер, қалам беріңізші маған. Төртінші сабақ. Қандай доп? Какой мяч? Қандай? Какой? Бар. Есть. Менде. У меня. Сенде. У тебя. Жұлдыз спрашивает у Алмабек. Бұл қандай доп? Алмабек отвечает. Қызыл доп. Давайте теперь выучим цвета. Сары, желтый, ақ, белый, қара, черный, қызыл, красный, жасыл, зеленый, көк, синий, қоңыр, коричневый. Бұл қарындаш, бұл жасыл қарындаш, бұл текше, бұл сары текше, бұл доп, бұл қызыл доп.
Менде сары доп бар. У меня есть желтый мяч. Менде жасыл текше бар. У меня есть зеленый кубик. Менде қызыл карандаш бар. У меня есть красный карандаш. Сәлем, сәлем. Маған сары доп берші. Мне ал. Рахмет. Привет, привет. Дай мне желтый мяч. Вот возьми. Спасибо. Бесінші сабақ. Неше доп? Неше? Сколько? Алмабек спрашивает. Сенде неше доп бар? Сколько у тебя мячиков? Мальчик отвечает. Менде 5 доп бар. У меня есть 5 мячиков. Давайте вместе считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сәлем, сәлем. Сенде доп бар ма? Я бар. Сенде неше доп бар? Менде 3 доп бар. Маған бір доп берші? Мне ал. Рахмет. Привет, привет. У тебя есть мяч? Да, есть. А сколько у тебя мячиков есть? У меня 3 мяча. Дай мне одну, пожалуйста. Вот возьми. Спасибо. Неше доп? Сенде бар 2 доп, менде бар 2 доп. 2 доп, 2 доп болады неше доп? Давай теперь разговаривать по ролям. Сәлем. Сенде доп бар ма? Сенде неше доп бар? Бұл қандай доп? Маған бір доп берші? Рахмет. Алтыншы сабақ. Киімдер. Одежда. Мынау көйлек. Это платье. Көйлек. Платье. Жейде. Рубашка. Шалбар. Брюки. Күрте. Куртка. Етік. Сапоги. Бәтеңке. Ботинки. Қызғылт. Розовый. Қызғылт сары. Оранжевый. Күлгін. Фиолетовый. Көгілдір. Голубой. Мынау қандай көйлек? Это какое платье? Мынау көгілдір көйлек. Мынау күлгін көйлек. Мынау қызғылт сары көйлек. Мынау қызғылт көйлек. Маған жасыл ботинки ұнайды. Мне нравятся зеленые ботинки. Маған қызыл ботинки ұнамайды. Мне не нравятся красные ботинки. Мынау не? Бұл көйлек. Саған қандай көйлек ұнайды? Маған қызыл көйлек ұнайды. Жетінші сабақ. Сен не киесің? Что ты надеваешь? Мен, я, сен, ты, киемін, надеваю, кимеймін, не надеваю. Жұлдыз говорит, мен көйлек киемін, я надеваю платье. Алмабек говорит, мен көйлек кимеймін, я не надеваю платье. Сен не киесің? Что ты надеваешь? В казахском языке есть окончание принадлежности. Например, менің жейдем моя рубашка, менің күртем моя куртка, менің ботинкем мои ботинки, менің етігім мои сапоги, менің көйлегім мое платье, менің шалбарым мои брюки. Сенің твое. Сенің жейдең твоя рубашка, сенің күртең твоя куртка, сенің ботинкең твои ботинки, сенің етігің твои сапоги, сенің көйлегің твое платье, сенің шалбарың твои брюки. Сенің көйлегің қандай? Твое платье какое? Менің көйлегім қызыл, мое платье красное.
Сәлем, сәлем. Сен не киесің? Мен көйлек киемін. Менің көйлегім қызыл. Маған қызыл көйлек ұнайды. Сен не киесің? Учимся говорить вместе. Мынау не? Мынау қандай көйлек? Саған қандай көйлек ұнайды? Саған шалбар ұнайды ма? Сен не киесің? Сен не кимейсің? Молодец, у тебя отлично получилось. 8-ші сабақ. Кел қайталайық. Давай повторим. Я буду задавать вопрос, а ты должен на них ответить. Сәлем. Сенің атың кім? Бұл кім? Бұл не? Маған доп берші. Сенде неше қалам бар? Сенің етігің қандай? Сен не киесің? Если я быстро говорю, вы можете приостановить видео и в любое время можешь ответить на вопросы. Если понравилось видео, ставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Спасибо, что вы были со мной. Сау болыңыз!